Тәкаппарлыққа ешқашан жол бермеңіз. Сіздің жетістіктеріңіз сіз үшін сөйлесін. Өзіңізді үнемі сынап көріңіз. Бұл өсуге әкелетін жалғыз жол. Білесіз бе, ежелгі мысырлықтардың өлім туралы әдемі сенімі болған. Олардың жаны жұмақтың кіреберісіне жеткенде күзетшілер екі сұрақ қояды. Ал жауаптары олардың жұмаққа кіре алатынын немесе кірмейтінін анықтайды. Сіз өз өміріңізден қуаныш таптыңыз ба? Сіздің өміріңіз басқаларға қуаныш әкелді ме? Өмір қиын, бірақ сіз төсектен тұруыңыз керек. Шығыңыз және әрекет жасаңыз. Егер сіз армандайтын болсаңыз, бұл орындалады деп армандаңыз. Осыны есте сақтаңыз. Кез келген кәсіптің айласы оны жеңіл етіп көрсету. Өзін-өзі бақылау бұл күш, тыныштық бұл шеберлік. Сіз басқа біреудің кішігірім әрекеттеріне байланысты көңіл күйіңізді өзгермейтін деңгейге жеткізуіңіз керек. Басқаларға сіздің өміріңіздің бағытын басқаруға жол бермеңіз. Эмоциялардың ақыл-ойды жеңуіне жол бермеңіз. Кешіру жанды босатады, қорқынышты жояды. Сондықтан бұл өте күшті қару. Мен бәрі ойдағыдай болатынына сенімдімін. Ғалам дәл солай өрбиді. Біздің әлемді қалай өзгертуге болады? Тек жақсылық жасау, әр уақытта және әр мүмкіндікте. Жеңілудің ең жақсы тәсілі кету және тіпті тырыспау. Мені жаңа ғана қарт деп атадың ба? Маған тәжірибелі деген сөз қатты ұнайды. Мен әрқашан осында боламын ба? Жоқ. Бір кездері мен мүлде үйсіз болдым. Такси жүргізушісі, жүк көлігінің жүргізушісі болдым. Тіпті маған бір кезек нан табу үшін кез келген жұмысты қолға алатын болдым. Өмірде сіз не болатынын ешқашан білмейсіз, тек алға жылжу керек. Мен әрқашан өрт сөндіруші, полиция қызметкері, үндік көсемі, дәрігер, заңгер болғым келді. Мен әрқашан осының бәрі болғым келді. Сондықтан мені осындай кейіпкерлер қызықтырады. Маған жұмыс істеудің қажеті жоқ. Мен тоқтап, жалдау ақысын төлеу туралы ешқашан алаңдамауым мүмкін. Мен рахат үшін жұмыс істеймін. Сіз бұл бизнесте өскен сайын аз жұмыс жасап, көп нәрсені істеуді үйренесіз. Өзің қалаған нәрседен қорықпа. Бұл сенің уақытың. Кедергілер жойылды. Шаршау, ыңғайсыздық, үмітсіздік бұл күш салудың белгілері. Әр адамның өз шегі бар. Сізге тек сену керек, содан кейін сіз бәрін көресіз. Егер мен актер болмасам, не істейтінімді білмеймін, өйткені менде басқа талант жоқ. Мүмкіндік пайда болған кезде мен оны кездестіруге дайын болғаным үшін бақытты болдым. Өзіңді жәбірлеуші ретінде сезінсең, сен сондайсың. Білесіз ба, адамдар жиі тоқтап бас тартады, өйткені олар мен жай шаршадым, мен енді жасай алмаймын, бұл тау тым биік, мен ешқашан шыңға жете алмаймын дейді. Ең өкініштісі, бұл уақытта сіз шыңнан небәрі 2 қадамда тұрсыз. Көбінесе мен сабырлымын, бірақ кейде таңертең жақсы ұйықтамасам, ашулануым мүмкін. Бірақ менің ашулануымның өмірдегі жағдайыма, қанағаттанбауыма ешқандай қатысы жоқ. Сіз өзіңізге ұнамайтын жұмыстан кеткіңіз келеді, ал мен өз ісімді жақсы көремін. Мен мұны төсектен тұра алмайынша жалғастырғым келеді. Мен қай ханыммен танысқым келеді? Мен кездестірмеген біреу қалды ма? Білмеймін, бірақ мен шынымен кездескім келетін адам қайтыс болды. Ол Диана ханшайым болды. Мен онымен танысқым келді. Ол маған ұнайды. Адамдар бұл жай ғана ақша табу деп айтқанды ұнатады, бірақ егер сіз ақша таппасаңыз, сіз ештеңе таппайсыз.